Негізгі кәделі жіліктер мен олардың мағынасы. Бас. Бас үлкен құрметті білдіреді. Бас табаққа ауылдың немесе отбасының ең құрметті адамына беріледі. Бас ұсыну арқылы сол адамға құрмет көрсетіледі және онымен бірге береке-бірлікті сақтауға ниет етіп, дана адамдардың ақ батасын алады. Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас. Алғыспен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді деп үлкеннен бата алу бақыт жолына түсу деп сенеді. Бас ұсыну, басымыз үнемі қосылып жүрсін деген жақсы ырымды нышан. Жамбас. Жамбас жілігі де қадірлі қонақтарға, туыстарға, әсіресе күйеу балаларына ұсынылады. Жамбасты беру арқылы үй иесі қонақтың мәртебесін көрсетеді және оларға деген құрметін білдіреді. Ортан жілік. Бұл жілік туыстар мен жақын достарға беріледі. Ортар жілік беру арқылы туыстық және достық байланысты нығайту мақсатында беріледі. Асық жілік. Асық жілікпен төс күйеу мен келінге тартылатын кәделі жілік саналады. Бұл жілікті беру арқылы оларға құрмет сый көрсетіледі және ұзақ ғұмыр денсаулық тіленеді. Кәрі жілік қосымша ретінде ауыл ақсақалдарына баспен бірге беріледі. Омыртқа. Омыртқа мен қабырғалар әр табаққа салынатын кәделі жіліктердің қосымшасы ретінде табаққа салынады. Сыбаға табақ кәделі жіліктер мен қосымшалары толық болғанда ғана үлкендерге, ақсақалдарға беріледі. Жүрек. Жүректі көбінесе ақсақалдарға немесе ерекше қонақтарға ұсынады. Жүрек беру арқылы жүрек жарды ниет білдіру мақсаты көзделеді. Сыбаға табаққа салынатын кәделі жіліктердің ырымдық жолы да бар. Мысалы, бастың құлағын балаларға беріп, құлағың түрік болсын, құйма құлақ ұғымтал бол деп тілейді. Жас келіндерге төс беру арқылы олардың күйеуіне деген сүйіспеншілігін арттыру көзделеді. Бұл дәстүрлер халықтың арасындағы қарым-қатынастарды нығайтып, мәдениетті сақтауға ықпал етеді. Сыбаға табақты сыйлық табақ деп атау қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен қонақжайлығы салт-дәстүрлеріне байланысты. Оның бірнеше себебі бар. Ол құрмет көрсету, қонақжайлық, туыстықпен және достық қатынастарды сақтау, береке мен бірлік болсын деп мақсатта берілген. Сыбаға табақтың сыйлы табақ деп атаулы осыдан көптеген себептерге байланысты. Бұл дәстүр қазақ халқының мәдениеті мен әдет-ғұрыптарының маңызды бір бөлігі болып табылады.